Ұрлық түбі қорлық. Бір кісінің екі ұлы болған екен. Ұлдары ер жеткен соң әкесі оларға: «Балаларым, кәсіп қылатын кездерің жетті. Қайсың не кәсіпті қалайсыңдар?» деп сұрады. Ұлдары не кәсіппен шұғылданатындарын білмей, үндемей қалды. «Онда елді аралап, жұрттың не кәсіппен тіршілік етіп жатқандарын көрейік», деді әкесі. Содан бұлар ел аралауға шықты. Балалары қандай кәсіп қолайлы болар екен деп жан-жақтарына мұқият зер салып келеді. Бір ауылға жақындағанда шетте тұрған ұстахананы көрді. Соған кіріп ұстамен әңгімелесті. Үлкен ұлы тіпті қолына балға алып, ұстаның соқа түренін шыңдап шығаруына көмектесті. Одан әрі ілгерілеген бұлар келесі бір ауылға келді. Үлкен ұлы әрі-бері қарап, бұл ауылда ұстахананың жоқ екенін көрді. Содан әкесіне қарап: «Мына ауылда ұстахана неге салмаймыз? Мен сонда ұста болар едім. Ұстаның жұмысы маған ұнайды», деді. Үлкен ұлым өмірлік кәсіп тапқан екен деп қуанып қалған әкесі: «Жарайды, онда осы ауылға ұста бол», деп баласына ұстахана салып береді. Баласы осында ұсталыққа кірісті. Жұмысына жұрт та, өзі де риза болып жүрді. Кіші ұлы болса, көпке дейін ешқандай кәсіп таңдай алған жоқ. Сол беттерімен әкесі екеуі бір жайылымның қасынан өте берді. Бір өгіз жайылып жүр екен. Ауыл алыста, бақташысы көрінбейді. «Әке, өгіз ұрлай бастасам қайтеді?» дейді ұлы. «Қиын жұмыс емес. Үйіңнен ет үзілмейді. Өзімде өгіз құсап семіріп аламын. Ұрла», деді әкесі. «Өзіңе тұрақты бір кәсіп таңдап алсын деп ертіп жүрген жоқпын ба?» Баласы өгізді айдап үйіне тартты. Әкесі оны сәл кідіртіп: «Мені орманның шетінде тоса тұр. Мына ауылда бір үйге кіріп шығайын. Сонда танысым тұратын еді», дейді. Баласы соңынан біреу жүгіріп келе жатқан жоқ па екен деп қасқырдай алақтап өгізді айдап келе жатты. Орманның шетіне жеткенше зәресі қалған жоқ. Үрейден тіпті басы айналып кетті. Орманның шетінде әкесін күтіп тұрды. Келгеннен кейін әкесі екеуі өгізді айдап үйлеріне келді. Келісімен өгізді сойып, терісін сыдырып, мүшелеп бөлді. Етінен алып пісіріп, табақ алдарына келгенде әкесі баласына: «Ал балам, әуелі осы өгіздің етін жегеннен қайсымыз қаншалықты семірер екенбіз? Мойнымыздың өлшемін біліп алайық», дейді. Сөйтіп өзінің де ұлының да мойнын өлшеп, жіпті түйіп белгілеп қойды. Күнде өгіздің еті алдарына келгенде, дастархан басында әкесі етті қанен-қаперсіз жеп отырады. Баласы болса, өгізді іздеген біреу келіп қала ма деп, екі көзін есіктен алмайды. Иті үрісе, не көршілердің біреуі өтсе болды, аяқ-қолы қалтырап, етті
шоланаға апарып тықыштай бастайды. Осылайша біраз күн өткеннен кейін өгіздің еті таусылған соң әкесі баласына қарап: «Ал енді мойындарымызды өлшейік, қайсымыз қанша семірген екенбіз» дейді. Өлшеп көріп еді, әкесінің мойны 2 есе жуандап, ұлының мойны 2 есе жіңішкеріп кетіпті. «Мұның мәнісі қалай?» деп таңданды баласы. «Өйткені сен ұрлықтың етін жедің ғой», дейді әкесі. «Сен де жедің емес пе?» «Жоқ, мен ана жолы өгіздің иесіне барып құнын төлегенмін», дейді әкесі. «Сондықтан өгіздің етін өз малымның етін жегендей болып жеп семірдім. Ал сен болсаң, дастархан басына отырған сәтте-ақ үрей келіп, мойныңа мініп қинай бастайтын болды. Жүдеп кеткенің содан. Ұрлық етінен ешкім семірмейді. Ұрлық түбі қорлық».